Әрі қарай топтық төбелес жалғасып жатқан кезде төбелеске қатысушы Шынасыл Қамажай дүкенінің сол жақ бұрышында Гайпаевты және кәмелетке толмаған Полатты көріп, соңғы Аскентайға дене жарақатын келтірген адам ретінде, ал Гайпаевты оның жақтасы ретінде көріп, олардан кек қайтару үшін екі немесе одан көп адамды өлтіру, яғни басқа адамды құқыққа қарсы қасақана қазаға ұшырату мақсатымен өзімен алдын ала дайындап алып келген сабы қоңыр түсті ас пышағын қару ретінде пайдаланып, оларды қасақана қазаға ұшырату қылмыстық ой туындаған. Өз қылмыстық ойын жүзеге асыру үшін Шынасыл Қамажай дүкенінің солтүстік батыс бұрышында 04-10-2024 жылы 00 сағат 42 минут шамасында Полаттың көрінеу кәмелетке толмаған біле тұра, соңының әкесі Нұрымов және оқиға орнына сол сәтте жалдамалы автокөлікпен келген анасы Бишімбиеваның, әжесі Кадированың жүргендеріне қарамастан, олардың өздерінше аса қатыгездікпен, бұзақылық ниетпен өзінің әрекеттерінің қоғамға қауіптілігін ұғынып және солардың болуын қалап, кәмелетке толмаған Полаттың өмірлік маңызы бар органы болып табылатын сол жақ жүрек тұсына қасақана түрде бір рет жоғарыда көрсетілген ас пышағын сұғып алған. Салдарынан кәмелетке толмаған Полат өзіне сұғылмалы кесілмелі ауыр дене жарақат келтірілген сезіп, оқиға орнынан Шота Руставели көшесімен солтүстікке қарай қаша бастаған. Бірақ 45-50 метрден кейін денсаулығы нашарлап асфальтқа отырып қалған. Өз кезегінде Шынасыл кәмелетке толмаған Полатқа ауыр дене жарақатын келтірген түсініп, соның салдарынан соңғы отырып қалған көріп, оның алған дене жарақатынан қаза болған көзі жеткен. Әрі қарай топтық төбелеске қатысып жүрген Аскентай, Нұрбол Тоқтабаев, Калиахмет оқиға орнында атыс қаруы қолданылған естіп, өздерінің сыбайластары Шынасылдың, Азамат Тоқтабаевтың, Белгужаевтың, Ильясовтың және Сакиевтің пышақпен қаруланғанын көріп, яғни оқиға орнында пышақ қолдану арқылы бұзақылық орын алып жатқанына анық көздері жетіп, өздерінің бұзақылық әрекеттерін жалғастырып, жоғарыда көрсетілген сыбайластарымен адамдар тобының құрамында әрі қарай топтық төбелеске қатысушыларын жалғастырған. Атап айтқанда, Қамажай дүкенінің сол жақ бұрышында Сакиев тергеумен анықталмаған сыраның әйнек бөтелкесін дене жарақатын келтіру мақсатында Гайпаевқа қарай лақтырып, алайда бөтелке соғымға тимеген. Содан кейін ол жұдырықпен Гайпаевтың жақ тұсынан бір мәрте соққы жасаған. Сол уақытта Калиахмет өзінің қимылымен күш қолдану қатерін төндіріп, Гайпаевқа қарай қолмен соққылар жасаған. Алайда оның соққылары соңға тимеген. Ал Тоқтабаев, Азамат пен Ильясов өздерімен алдын ала дайындап алып келген тергеумен анықталмаған ас пышақтарын Гайпаевқа қарсы қару ретінде қолданып бірнеше рет сермеген. Бірақ соңғыға пышақ тимеген. Тек Азамат Тоқтабаевтың пышағымен сермеген әрекеттері салдарынан Гайпаевтың үстіндегі былғары күртешесі зақымдалған. Аталған жерде жоғарыда көрсетілген қатысушылардың біреуі сол уақытта дүкен ішінен шыққан Нұрымовтың бетінен әйнек бөтелкемен ұрған, ал Азамат Тоқтабаев тергеумен анықталмаған таспен Нұрымовтың желке тұсынан соққы келтірген. 11-10-2024 жылғы номер 207-2408 сот медициналық сараптама қорытындысына сәйкес Нұрымовқа сол жақтағы жауырын асты аймақты сызат түріндегі адамның денсаулығына зиян келтірмеген жарақаттар ретінде бағаланатын дене жарақаты келтірілген. Сол уақытта кәмелетке толмаған Полаттың әжесі Кадирова Менделеев көшесі мен Шота Руставели көшелерінің қиылысынан Қамажай дүкеніне қарай бара жатқан кезде, оның алдынан Шынасыл шығып итеріп арыққа құлатқан. Содан кейін Бишімбиева өзінің баласы кәмелетке толмаған Полаттың Шота Руставели көшесінің бойында асфальтта отырғанын көріп, соған қарай бармақшы болған кезде, оның алдынан Ильясов пен Шынасыл шығып, Бишімбиеваны екі қолынан білегінен ұстап алып жібермей қойған. 11-10-2024 жылғы номер 206-2416 сот медициналық сараптама қорытындысына сәйкес, екі білегінің аймағында пайда болған көгерулер түріндегі адамның денсаулығына зиян келтірмеген жарақаттар ретінде бағаланатын дене жарақаттар келтірілген. Содан кейін Гайпаев інісі кәмелетке толмаған Полаттың Нұрған атаға маған бірдеңе сұғып алды деген дауысын естіп, Қамажай дүкенінің қасынан Шота Руставели көшесімен соңға жүгіріп барып, оның сол жақ қолтық астындағы пышақпен келтірілген сұғылмалы кесілмелі дене жарақатын ұстап көріп, жедел жәрдем шақыруды сұрап, скорый деп айқайлап көмекке шақыра бастаған.